Кайдзен – үздіксіз дамудың құпиясы. Авторы Ғани Байғалиұлы. Кайдзен – үздіксіз дамудың құпиясы. Бұл кітапта үздіксіз дамуға бағытталған жапон философиясымен қалай танысқаным туралы баяндаймын. Мұнда кайдзенді отандық өндірісте, кәсіпкерлікте, адамның жеке дамуында, күнделікті тұрмыста қолдану үйретіледі. Кітапта сондай-ақ кайдзеннің даму тарихы, ұстанатын теориясы, негізгі тетіктері мен құралдарына анықтама берілген. Өндірістік үдерістерді үздіксіз жетілдірудің жапондық тәжірибесін қазақстандық компаниялардың қалай қолданғаны, кайдзеннің арқасында қандай өзгеріске ұшырап, жетістікке жеткені туралы да баяндалады. Кітап өзін-өзі дамытып, жетілдіргісі келетін, сапалы өмір сүруге талпынатын оқырман қауымға арналған. Ғани Байғалиұлы. Кіріспе. Қазіргі таңда адамдарды өз уақытын орынды жоспарлау, құндылықтарды қадірлеуді үйрену, жұмыс өнімділігін арттыру, сапалы өмір сүру, өмірден өз орнын табу сияқты мәселелер жиі алаңдатады. Кайдзен деп аталатын жапон философиясын аталған салалардың барлығына дерлік қолданып, нәтижеге қол жеткізуге болады. Кайдзен философиясын Toyota, Canon, Honda, Boeing, BMW, Matsushita, Nissan, Komatsu, Sony, Ford, Harley Davidson, Сбербанк России, Аманат Insurance, Big Group, Казатомпром сияқты компаниялар еңбек сапасын арттыру үшін пайдалануда. Қазіргі таңда бұл философия жеке тұлғалардың да мақсатына сүрінбей жетуіне, өмірін жоспарлауына көмектесетін тиімді құралға айналды. Кайдзен сөзі жапон тілінен аударғанда кай – үздіксіз, дзен – даналық деген мағына береді. Яғни кайдзен дегеніміз үздіксіз даму философиясы. Нақтырақ айтсақ, кайдзен өндірістік зерттеуді, бизнес үрдістер мен басқаруды, сондай-ақ өмірдің басқа да барлық қырларын үздіксіз жетілдіруге бағытталған жапон философиясы мен тәжірибесінің жиынтығы. Қарапайым тілмен түсіндірсек, кайдзен бұл үнемі жақсарып отыру. Кайдзен философиясын бойына сіңірген адам кез келген ресурсқа ұқыпты болады. Өзінің де, өзгенің де уақытын, құндылықтарын қадірлеуді үйренеді. Оны тек өндірісте ғана емес, өзіңнің тұлғалық қасиеттеріңді, мінез, қабілет, құндылықтар, әдеттер тағы да басқа үздіксіз дамытудың құралы ретінде пайдалануға болады. Айталық, кәсіби біліктілігің мен дағдыларыңды, айналысып жүрген ісің мен жұмысыңды жақсарту, оны шарықтаудың шегіне жеткізуге ұмтылу сияқты көптеген пайдалы жақтары бар. Нақты айтқанда, кайдзен өзіңді үздіксіз дамытатын зор мүмкіндіктің негізі саналады. Мен Ғани Байғалиұлы Қазақстандағы кайдзен тренер ретінде әлемдегі үздік компаниялар, өндірісте жеке тұлғалар үздіксіз дамуға қолданатын жапон философиясын қазақ тілінде насихаттау мақсатында кайдзен үздіксіз дамудың құпиясы кітабын жазуға бел будым. Жас болған соң ылғи ізденісте жүрдім. Әлі де ізденудемін, тоқтамаймын деп ойлаймын. Күндердің бірінде кезекті тренингте Таити Оно деген ғалымның мынандай бір ойын естіп қалдым. Біздің компания әлемде мықты машиналар жасамайды, біз мықты машина жасайтын қызметкерлерді даярлаймыз. Осы сөз санама қатты әсер қалдырды. Сол кезде қатардағы бухгалтер болып жүрген мен маған деген қарым-қатынастың, көзқарастың дұрыс қойылмағанын түсіндім. Бұл тек менің басымдағы жағдай емес, тіпті басқа ТМД елдерінде қызметкердің құқығы жайлы кодекс жоқ еді. Клиенттікі әрдайым дұрыс деген ұстаныммен өскен біз санамызға төңкеріс орнағанын сезгендейміз. Бұл менің кайдзенге алғашқы баспалдағым еді. Кітапта әлемдік терминдер отандық аудиторияға лайықталып аударылып, ықшамдалған нұсқада ұсынылып отыр. Сондықтан кез келген қазақ тілді оқырман үшін кітаптың тілі түсінікті болады деген үміттемін. Сондай-ақ әлемдік тәжірибедегі құралдар мен әдіс-тәсілдер біздің қоғамның күнделікті тыныс-тіршілігіне лайықталған. Бұл кітап кайдзеннің күшін қалай қолдануға болатынын түсіндіреді. Қарыс қадаммен зор жетістікке жетудің жолын көрсетеді. Бұл стратегияның тамыры ежелгі философиядан басталса да,
бүгінгі күйбең тірлікте де өзінің құндылығы мен тиімділігін жоғалтпаған. Кез келген алыс жол алғашқы қадамнан басталатынын, теңіз тамшыдан, теңге тиыннан құралатынын ескерсек, кайдзен үздіксіз дамудың құпиясы атты қолыңыздағы кітап сізді қарыс қадамдар арқылы үлкен жетістікке бастайтын құрал болары сөзсіз. Адам әлемді өзгерту үшін алдымен өзгерісті өзінен бастауы керек. Өзін өзгерту арқылы отбасын, достарын, қоршаған ортаны, мемлекетті, қоғамды, осылайша бүкіл әлемді өзгертуге болады. Кайдзеннің қай жерде де, қай салада болмасын болашағы зор екенін үлкен сеніммен айта аламын. Әсіресе соңғы уақытта барлық салада үлкен кайдзендік дүмпу басталды. Себебі адамдарда реттілік пен тұрақтылыққа, дамуға деген қызығушылық көп. Бұл даму жақсы үрдіске айналу үшін кайдзен жүйесі бойынша ойланатын адамдардың санын көбейтуге мүдделі болуымыз керек. Әрине, ең маңызды кітап ол сіздің тәжірибеңіз. Кайдзен адамның шығармашылық әлеуетін ашатын құрал. Қолыңыздағы кітап сіздің де мүмкіндіктеріңізді молайтып, өмірлік тәжірибеңізге айналады деген сенімдемін. Олай болса, құрметті оқырман, үздіксіз даму жолына бірге аттанайық. Бірінші тарау. Философиялық төңкеріс. Жасанды елдегі мәдени шок. 2014 жылы Нархоз университетінде қаржыгер мамандығы бойынша магистратурада оқып жүрген едім. Магистранттар міндетті шетелдік тағылымдамадан өтуге баратын болдық. Алғашында Барселонадан шақырту аламыз деп ойладық. Кейін бір жағдайларға байланысты Оңтүстік Кореяға баратын болдық. Европаны көруді армандағандар үшін бұл аса жақсы жаңалық бола қоймады. Менде үміт басымырақ болды. Қазір Кореяға барғаныма еш өкінбеймін. Керісінше осы сапар менің өмірімді түбегейлі өзгертті деуге болады. Әрине жақсы жағынан. Алдымен Кореяның Инчхон қаласына қондық. Бұл қала елдің көлік дәлізі саналады. Кореядағы ең үлкен әуежайда осы Инчхонда орналасқан. Әуежайдан түскен бойда қаланың ауасына үйрене алмадым. Түбек мұхиттың жағасында орналасқандықтан ауаның ылғалдылығы жоғары екен. Тағы бір ескеретін нәрсе, Инчхон Кореяның жасанды қаласы. Қалай дейсіз бе? Қаланың жартысы қоқыстан тұратын құрлықта орналасқан. Бізді Ескендір есімді Өзбекстанның азаматы күтіп алды. Ол Кореяда университетте сабақ береді екен. Байқап қарасам, Кореяда өзбек азаматтары көп болып шықты. Өзбекстанда да Кореяның зауыттары көп. Көрші мемлекеттің экономикасының көш ілгері дамып кетуіне олардың әсері бар екені тағы белгілі. Таңертең ерте келгендіктен Ескендір аға бізді бірден жатақханаға апарды. Бұл уақытта қараңғы болғандықтан қаланы, ғимараттарды аңғара қоймадық. Мені Кореяда ең алғаш тәнті еткен нәрсе жолдың жағдайы. Жатақханаға арнайы автобуспен бардық. Біз жүріп өткен жол 1970 жылдары салған екен. Содан кейін әлі жөндеу жұмыстарын көрмепті. Жол құрылысын Hyundai компаниясы жүргізіпті. Жарты ғасыр жөндеу жұмыстарын көрмеген жолдың жағдайына таң қалдым. Шынымды айтсам, бұл 70 жылдардан бері жөндеу жұмысын көрмеген жолға мүлде ұқсамайды. Тақтайдай теп-тегіс. Оның үстіне Жапония елі сияқты Кореяда сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан, жиі жер сілкінісі тіркелетін аймақта тұр. Соның өзінде бәріне төтеп бере алатын, жарамдылық мерзімі ұзақ жол салу үшін мемлекет қаншалықты даму деңгейіне жету керек деген сұрақ мені мазалады. Біздің елде жыл сайын жөндеу көрсе де сапасы сын көтермейтін жолдар көп қой. Сондықтан бұл құбылыс мен үшін таңсық болып көрінді. Біз барған Соубридж университеті Тэджон қаласында орналасқан. 1950 жылдары Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея арасында болған соғыс баршаңызға тарихтан белгілі. Тэджон қаласы осы кезеңде қатты бомбаланып, жермен жексен болған. Алайда қаланың қазіргі инфрақұрылымына қарап, 70 жыл бұрын бұл жерде қала болмаған деп айта алмайсың. Собридж университетінің профессорлары Оңтүстік Кореяның экономикасын көтерген басты 5 бағыт бар екенін айтты. Олар Samsung Electronics, яғни электроника, Hyundai Motors, құрылыс, Daewoo көлік, LG Electronics, тұрмыстық техника
және әлемге әйгілі Q-pop мәдениеті. Осылайша 5 бағыт бойынша аграрлық мемлекеттен технологиялық мемлекетке айналды. Қарап тұрсаңыз, Корея мемлекеті жаңадан еш нәрсе ойлап тапқан жоқ. Себебі қазір жаңа ғаламшар ашатын заман емес. Ғылымда, экономикада дамыған. Өндіріс жүйесі қай елде дамыған, сол елдің экономикасы, әлеуеті, ғылымы мен білімі озық деген сөз. Тарихқа көз жүгіртсек, Кореяның экономикасы технологиялардың көшірмесін дайындаумен-ақ қарқынды дамып кеткенін байқауға болады. Мысалы, әлемдегі үздік дамыған мемлекет Жапонияның өзі Американың тауарларын көшірмесін жасаған. Мәселен, алғашқы Toyota көлігін Chevrolet'тен алған, ал Корея Жапонияның тауарларын көшіріп күнелтеді. Samsung өнімдерін Sony түпнұсқасынан, Hyundai автокөлігін Mitsubishi'ден көшірген. Бірақ байқап қарасаңыз, алғашында көшірме болған туындылар жан-жақты дамып, қазір түпнұсқасынан да озық брендке айналған. Біздің елге де дамыған елдерге еліктеуден, олардан көшіруден қорықпау керек деген ой келді. Оңтүстік Кореяда маған ерекше әсер қалдырған Hyundai зауыты болды. Жалпы Hyundai компаниясының мақсаты жапондық Toyota брендін басып озатын өнім шығару. Ал сапалы өнім шығару үшін сапалы жұмыс істеу керек. Жұмыстың сапасы қызметкерлерге байланысты. Сондықтан Кореяда қызметкерлерге деген құрмет жоғары. Жалпы тарихқа көз жүгіртсек, Корея мен Жапония арасындағы бәсекелестікті байқауға болады. Кореялықтар мұны ашық айтпаса да, Жапонияны жау санайтынын жасырын ұстамайды. Олар жеңісті қарумен емес, өніммен, сапамен, құндылықпен алып, алда болуды, экономикалық жеңіске жетуді қалайды. Hyundai зауыты қаланың ішіндегі қала іспетті. Жай қала емес, тәртіп пен нақтылыққа бағынатын тұрғындардың қаласы сияқты. Бәрі өз орнында. Зауыттың есігінен аяғында аттап бассаң болды, соқырға таяқ ұстатқандай барлығы түсінікті. Арнайы бағдаршамдар, белгілер, жол сілтеуіштер. Әр қызметкер өз жұмысын жақсы біледі. Ешкім басқаға кедергі жасап, тапсырма беріп жатқан жоқ. Бірақ өнімді еңбек етіліп жатқанын аңғаруға болады. Кореядағы жүйеленген жұмыс тәртібі мені тағы да таң қалдырды. Түскі ас уақыты болғанда бәрі жұмыстарын тоқтатып шығып кетеді. Тыныштық деген осындай болады екен-ау дерсің. Мұнда ауыр жұмыстың бәрін роботтар атқарады. Олар да интеллектуалды қабілетке ие. Осы қалашықтың заңына бағынады. Қауіпсіздік те жақсы жолға қойылған. Тазалық, тәртіп, реттілік, түсіністік дегеннің отаны осы жер ме дерсің. Осындай жүйе біздің елде де қалыптасса екен деген ой келді. Кейін 2016 жылы мен жұмыс істеп жүрген Алель Агро компаниясында қызметкерлерді өндірісті дамытудың жаңа үлгісіне үйрететін тренинг болды. Тренинг барысында үздіксіз даму үдерісімен қамтамасыз ететін кайдзен деп аталатын жапон философиясымен таныстым. Осыдан 2 жыл бұрын Кореяда көрген мінсіз жұмыс істеу және даму жүйесінің кайдзен стратегиясымен дамығанын сол кезде түсіндім. Бұл жүйені ғылыми түрде кайдзен деп атайтынын, оның өндіріспен, еркіндік пен шығармашылыққа, бастысы табысқа ұмтылатын адамдардың ортақ мүдде үшін бірге жұмыс істеуіне жағдай туғызатынын білдім. Осыдан кейін кайдзенге деген қызығушылығым арта түсіп, ол туралы тереңірек зерттеп, іздене бастадым. Оның пайда болу және даму тарихын зерттей келе, оның өте тиімді екенін түсіндім. Кайдзенге деген қызығушылықты арттырғаны үшін алғашқы ұстаздарым Асыл Қабдуллин, Анатолий Феськов, Сергей Корчагин сенсейлерге және біздің компанияның іргесін қалаушы Марғұлан Сейсенбай ағамызға алғысымды айтамын. Кайдзеннің басты ерекшелігі онымен танысып меңгерген адам түрлі құралдарын қолдану арқылы өз өміріне де қоршаған ортасына да игі өзгерістер жасауға ұмтылады. Кайдзеннің тарихына көз салып қарасақ, осындай ізгі бастамалар мен өзгерістер кішкентай қадамдар арқылы басталып, ұлы жаңалыққа келген. Олай болса, әуелі оқырмандарды мен үшін тың дерек болған кайдзеннің тарихымен таныстырып өтейін. Сенің кезегің келді. Адамдарға пайдалы болатын нәрсені істеу уақыты келді. Сакити Тойода.